и мен ошо жака Санидин кодун айырып тастоо үчүн келдим. Билмейм, казір стрелка ма бир нерсе деп тур, хотя 90 жылдардын эсине түшүрүп. Балдар мен турма, мен ожан билмейм ше. Дұрыс, сені айырсын деп ше, Ақанай. Иә достар, брат Сани мен Ақанай әйтеуір кездесіп, брат Сани Ақанайдың бетін бір шапалақ ұрып жіберді аяқпен. Білмеймін қалай атауға болатынын бұның. Иә, әйтеуір ерегесіп жатыр. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар, лайк басыңдар, ал біз бастаймыз. Сендерге шын айтайын, Ақанай көкелерің бұл жаңалықты негізі айтқысы келмеген. Бәлкім біреудің арманы, біреудің таңдауы шығар ол. Бірақ мен сендерге айтайын конкретно, мен бүгін бір жерге кеп тұрмын, қазір данный момент, и мен ошо жака Санидин кодун айырып тастоо үчүн келдим. Негізі Рамазан ағамда, Аблай ағамда айтқан, ол теманы қоя сал, керек емес, андай, мынандай, может, қисық түсіп қаларсың деген сияқты. Бірақ ол не реалитиға келмейді, не отборға келмейді. Еще одан кейін мен мазақ қылып, маған бір нәрсе деп жазады да. Сен бүйтіп қапсың ғой, отборда сөйтіп қапсың ғой деп ше. Енді күн бойы бүгін телефонмен сөйлестік, білмеймін, қазір стрелка ма бір нәрсе деп тұр, хотя 90 жылдардың естеріне түсіріп. Балдар мен турма, мен ожан білмеймін ше. Мен просто специально видео заметка істеп жатырмын данный момент. Бірақ мен сендерге конкретно айтайын, бүгін оның конкретно коды айырылады. Конкретно код айырылады, и мен оны специально публично видео қылып салам. Қазір местоположение жіберді. Енді жіберді ғой. Енді мен қазір примерно қайықта екен білмеймін. Қазір охранниктен сұрап аламыз, қай мынақтар 2-3 коттедж тұр, қай коттеджде отқан әлі білмеймін. Мен стористі специально сендер үшін жазып жатырмын, достар, интрига қалмасын деп ше. Сани, мен сенен жаңа бір сторис салдым да, мен сені упомянуть етіп кеттім, еще қазір уақытың бар. Көтіме кіріп аламын десеңші, кешірім сұрайым десең, онда сенің уақытың бар. Мен білмеймін сен анаяқта кімге сеніп отырсың, мен де конкретно анаяқта жалғыз жүрген жоқпын, бауырларымен жүрмін. Надо будет 2 машина болып жүрмін осы жерде, қоршап алам полный ошақты. Білмеймін. Ехала сегодня или завтра, да что? Күліп жүріп көтіңді айыруға келді конкретно. Жанымда нормальный балдар бар, мен білмеймін кімге сеніп атқаныңды ше. Но имей в виду, көтімде бірақ орын қалды, кіріп кешірім сұрап алам десең сұрап ал. Бірақ егер де ол қазір кешірім сұрамаса, мен қазір кірем и тупо, отырған жерінен кодын айырып тастаймын. Білмеймін, бір жақта отырма бұл, қаяқта отқан түсінбедім, бірақ местоположение жіберіп қойды да, осы местоположение. 30 секунд жетпей жатыр, енді до конца салып тастайын десем, кешіріңдер. Енді келдік конкретно, егер де қазір мені найбат етіп кетсе, мен уже білмеймін ше. Мен білмеймін қалай бұл. Егер мен қазір алдап кетіп, бұл бір жақта отпаса, онда бұның жазасын тек қана төбе ғана бере алады. Значит, до такой степени кончено бұл чот. Так что давай, ешек кодың дайында. Мен кірейін деп жатырмын қазір саған. Так, үй жаққа келдім, торта келдім бала шағама, чай ішіп алайын. Менде база тайкондо бауырларым. Мен саған вертушканы да жасай алам, разворот по корпусу теп алам, фронт-кик жасай алам, аяқты көтеріп тұрып желкеден тастай алам ше. Тайкондоның стилі сол ғой, К1 правила ғой енді. Чисто настойка да. Домалау, ондай нәрсені жақтыра бермейміз біз. Стойкамнан да белгілі ғой, төбелескен кезде. Просто мен андай, менде аяушылық деген нәрсе бар бойымда ше. Mesela high kick de жасай алам, low kick де жасай алам да. Барлығын жасап бере алам. Просто осы реалитиде аталарыңмен төбелесу керек болған, аталарың менімен К1 правиламен төбелесуге отказ берді. Санимен төбелесем, ММАмен төбелесем, болмаса К1мен шықпаймын деп айтқан да. Айтса бір настоящий бір төбелес көрсетейін деген аяқпен ше, олай да олай мақатса етіп ше. Әттен олай болмай қалды. Всем ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Барлығына әйтеуір қызық керек ше. Кешегі сториске қарап айтып жатыр да. Дұрыс, сені айырсын деп ше, Ақанай. Біреулер жазып жатыр, сені айырсын, соны маған ұнамайды деп ше. Сонда неге қазаққа жау керек емес деген осы я? Неге дружно өмір сүре алмаймыз біз? Татаво сондай болып кеткенбіз ба? Айыр сөйт, бүйт, сындыр. Біз екеуміз конфликтіміз бар. Енді татаво екеуміз, Ақанай екеуміз бір-бірімізді өлтіруге дейін бармаймыз енді. Бізде ақымақ емеспіз ғой. Менде жеке өмірім бар. Оның да жеке өмірі бар дегендей ғой. Сыртта төбелесек төбелесіп қалармыз. Еркекпіз ғой. Просто анандай өйтіп отқа май құйып айдап салмасаңдаршы. Олай болмайды ғой. Шайтаннан бетер боласыздар да. Тура шайтан сондай ғой. Бауырларым ай.
Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, аднойлар? Кешеден бері сториске шықпадым, өкінішке орай. Көбісің жазып жатсыңдар, запростар там не болып жатыр, қалай істедің деген сияқты. Оны сөзбен негізі айтпайды ондай нәрсені. Ондай нәрсені видеомен салады. Так что кішкеншелей тұрсаңдар, қазір примерно бір сағат ішінде бір видео саламшы. Сол видеоны саған еді жек көретін, оралмай жүрген адамдар болса, обязательно кіріп көрсеңдерші. Просто айтамын, просто. Егер де адамдар болмағанда қасымыздаш, мен ойымша ертең плов жеп отырар ма едіңдер деп қоямын да. А так қазір видео салам, кіріңдер де көріңдер. Енді кешені барлықтарын көріп атқан шығарсыңдар тиктоктан. Сани кеп пиз былай айтқан кезде Алиге кеп атылып теуіп шен бауырыма енді өзім келіп тұрып бердім. Ассалаумағалейкум. Алпши ватан. Өзі де осы жақта жүр. Иә. Так что әлі жетті көрсетпеңдер өйтіп әлі жетпейтін адамдарға деп қойсын. А так Али красавчик, бля, Алиді сыйлаймын. Ақша келсін келсін, ауылмен сасып кетпес. Сағат тоқтасын, жүректе махаббатпен сасып тоқтамасын. Ассалаумағалейкум. Бүгін түнде сенен өтедейм. Красавчик. Сол, короче. Ассалаумағалейкум. Ал ендігі әңгіме менің хейтерларыма арналады. Менің хейтерларымды өте көп. Бірақ мен оларды жақсы көремін ше. Мен жақсы көремін, что сендер мен көтімді айлаңдып жүргендеріңе ше. Өзі определенный бір көзіме түсетін бір 2-3 адам бар ше. Обязательно пост жазам астына жазып кетеді ше. Анау мынау бір бәле Қалаулымский, бір Валенский, анауский, мынауский ше. И сол теманы айтып кетейінші. Я Қалаулымға бардым. Я оттым ше. И чо шешен келіп басымды кесіп аласың ба менің? Не істеп аласың? Айтайын жігіттер, бля, ана жақта отырып камераны, бля, пластмастың ар жағында отырып өйтіп көп айта бермесеңдерші. Біраз жігіт келді адборға ше. Пиздес болса бетке айтатын еді ғой сол кезде. Далада айтатын еді. Ол бля, ана жақта тұрып пластмастың ардында отырып дарылдай бергенше адборға келді бетке айтсайшы. И потом уже көреміз да, сенің бетің сау қала ма или қалмай ма одан кейінші. Чо там қалайсыңдар жүгірмектер? Жаңа кім ана Ақанайға екінші сериясында кішкентай бала дей ма бірдеңе деп атыр ғой. Кішкентай бала болатын болса не істеп жүріп жүрді ол? Төбелес алаңында да, шу алаңында, көтін қысып үйінде отырмай ма? Тесік басқа айтып жатыр ма, тесік басқа? Бұндайлар бар ғой, бля. Бала да әлі ше. Көшеде мұрын боғын ағыз жібересің ғой бұндайларын ше. Мұрын боғын ағызып, бір шапалақтан кейін есін жеп алды, не істерін білмей қалды да. Бір шапалақ аз болып қалды негізі, бля. 3-4 рет кигізу керек еді, тарс еткізіп ше. Сөйтіп жүріп атасына секіреді бұндайлар ше. Үлкен атасына секіреді, мен сияқты аталарына. Біз сияқты мужиктарға секірмеңдер. Ұят болады, түсіндір ма? Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген қазақта жақсы сөз бар. Құрмет көрсетпейсің ба, получишь по заслугам деген сөз бар еще. Ал енді не ойлайсыңдар, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, комментарияға жазып кетіңдер. Жекпе-жек болса кім ұтады? Ал сендермен болған төбелес арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар.